Балдармен кетіп бара жатырмын отырысқа. Тыныш отырыңдар, қазір сендерге няня шақырып қоямын ма? Үйді шашпай, няня жынына тимей отырыңдар. Кешке қарай келем. Балалар, сәлеметсіздер ме? Не істеп отырсыңдар? Үй жинанғаны. Бол. Ауырамама, бәрі жинан бол. Жинан. Сендерге күшті екен, ә? Ата-аналарың айтқандарын тыңдамайсыңдар. Келесіде өсейтіп отқандарын көрсем, таяқ жейсіңдер менен. Мен ұйықтаймын қазір. Бар, ана ішке болып нейші. La yo'qlab qoldi o. Endi qashib ketdik pa. Davay. Kasar pardai bulutda. Yok. Балдармен су беріңіз, шөлеп кеттім. Qaldı. Тез болыңызшы. Болдыңдар ма? Yok. Болш. Беш қана. Ай, молодец. Бар, ғана қалар жатыңдар. Жақсы кеттік. Хорошие, тызғылсыңдар ғой. Наня, бізге керегіміз жұмсай береді. Енді бұны не аламыз? Жатады өште. Кеттік жігіттер. Қандай су берген олар маған? Қазір көрсетем мен оларға. Қаяқта екен олар. Ей, не істеп жатсыңдар? Жинанғаны. Bir adam kaçıp gitti. Маған жинанғаны. Бол тез, мен іздейм. Сен сөйлеме, отыр. Ана қаяқта. Ол қаяқта екен. Ол қаяққа кетуі мүмкін. Мен тауып алуым керекпін. Үйден шығуға құқығы жоқ оның. Сендер отырыңдар. Отыр. Ne oldu? Кетің бар. Пәрең кеп тұр ма? Тоқтамын, астына бір дыбыс шығып жатыр ғой. Табылдың ба? Шыққаны. Не тығыласың? Сендер мен ұйықтатып тамақ. Тамақ дейсіңдер ма? Ойбай. Мен сендерден шаршадым. Кеттім мен. Кетің бар сендер.
Балдар, Ау. не ана няняның жынына тигенсіңдер? Кетіп қалды ғой. Сендер үшін Тыңдамады. қалай тыңдамады? Бермеді, біз оған су бердік. Сендер маған айтты ғой, су бермей ұйықтапсыз, еще мен айтқам тыңдамады деді ғой. Анаден бізге тамақ берсін, сосын тыңдаймыз. Сендер айтпайсыңдар ма? Айтқан жоқсыңдар ғой. Тамақ берің деп. Сендердің жындарыңа тиген соң ол кетіп қалды. Кетің бар. Тыныш. Енді няня шақырған кезде тыныш отырың.